Әзілхан Нұршайықов, Ақиқат пен аңыз, оқыған Маржан Үсенбайқызы. Сүйер ұлың болса сен сүй, сүйінерге жарар ол. Абай. Бірінші диалог. Алматы жазда да, күзде де әсем ғой шіркін. Сентябрьдің аяқ кезі болса да, Астана ыстық шуақ, жылы нұрға бөгіп тұр. Бірақ ауа райының хабаршылары бүгін 25 градус ыстық болады деп айтқанымен, жаз 25 мен күз 25-інің жалыны бірдей болмайды екен. Жаздың мұндай күндерінде шолақ жең көйлек киген көше жаяулары жандарына сая таппай дедектейтін еді. Қазір де көйлекшеңдер көп кездескенімен бірсыпыра жұрт иықтарына костюм іліпті. Бәрі де аяқтарын асықпай басатын болыпты. Күн әлі де едәуір ыстық болғанымен сары күздің келгенін сары ала жапырақтар айқын аңғартқандай еді. Төбеден төмен қарай қалықтай құлаған 2-3 жапырақ Фурманов көшесімен жоғары қарай өрлеп бара жатқан менің алдыма келіп түсті. Комсомол көшесінің қиылысындағы ювелир торг магазинінен өткеннен кейін үйлердің нөміріне көз сала бастадым. Өйткені менің іздеп келе жатқан үйім осы тұста болуға тиіс. Білетін адамдар маған магазиннен өтісімен ақ оң жағыңа қарай бер деп түсіндірген. Расында да, лезде ақ мен бұрышында төрткіл көк қаңылтырға ақ сырмен 117 деп бадырайта жазылған нөмірі бар 3 қабат үйдің қасына келдім. Үйдің осы нөміріне көзім түскен сәтте жүрегім сәл шым ете қалып, өне бойымды әлде бір жеңіл діріл аралап өткендей болды. Ол бірте-бірте ұмытылыңқырап бара жатқан ескі сезім еді. Ұлы Отан соғысында жүрген кезімде шабуылға шығар алдында дәл осындай болып көңіл қобалжыңқырайтын да, артынан дайындық басталғаннан кейін дененің дірілі басылып, қорыққанның, қобалжығаның ұмыт боп кететін. Сыртқы есіктен ішке кіріп, 3-ші қабатқа көтерілдім. Мен іздеп келген 6-шы пәтер баспалдақтың сол жақ түкпірінде екен. Есіктің қоңырауын іздеп алғашында таба алмадым. Анықтап қайтадан қарасам, есіктің топса жақтауында көзге көрінер-көрінбес боп түймедей ғана қоңырау кнопкасы тұр екен. Ішке хабар жіберіп ақырын соны бастым. Содан соң дәл келдім бекен деп ойлап сағатыма қарасам 10 болыпты. Ішкі жақтан сөйлеп жүрген әйел дауысы естілді. Маған есік ашуға келе жатқан кісі болар деп сәл шегініңкіреп тұрдым. Бірақ есік ашылмады. Мен кнопканы қайта бастым. Осы кезде есіктің дәл ар жағынан шылдыр ете қалған қоңырау үнін естідім. Сонда ғана басыма алғашында қоңырауды қатты баспадым ба екен деген ой келді. Өйткені мұның алдында дәл мұндай боп жақыннан шыққан қоңырау даусын естімеген сияқты едім. Әлде үйдің 3-ші қабатына көтерілгенге жүрек алқынып, үй иесі қалай қарсалар екен деп сасқалақпен аңғармай қалдым ба? Оны өзімде білмеймін. 1943 жылдың жазында біздің құрамамыз 100-ші дербес атқыштар бригадасы 2-ші Балтық майданының бір шетінен екінші шетіне ауыстырылды. Атап айтқанда, Великие Луки қаласының түбінен Лавать өзенінің жағасына барып жайғастық. Жорықпен жолда кетіп бара жатқанымда менің қолыма Знамя журналының сол жылғы 5-ші нөмірі тиді. Сол журналда Александр Бек деген автордың Панфиловшылар алғы шепте атты повесінің басы жарияланған екен. Мен онда Бек дегеннің кім екенін білмейтінмін. Ондай жазушы барын да естімеген болатынмын. Бірақ Панфилов дивизиясын, одан шыққан 28 батыр есімдерін, Мәлік Ғабдуллин мен Төлеген Тоқтаров сол дивизияның түлектері екенін жақсы білетінмін. Сондықтан болар, мен бұл повестен бас алмадым. Күндіз тоқтай қалғанда күннің жарығымен, түнде қонған жерде ай сәулесімен оқыдым. Оқыған тарауларды жол жөнекей жауынгер серіктеріме баяндап та отырдым.
Содан соң алғы шепке сол журналдың 6-шы нөмірі және келді. Панфиловшылар туралы повестің жалғасын түнде, ай қараңғы болғандықтан зеңбірек қасына келіп отырып аккумулятордың жарығымен оқыдым. Повест те бітті, аккумулятордың да жарығы таусылды. Әрине, менің мұным тәртіп бұзғандық, тіпті қылмыс еді. Менің зеңбірегімнің жарығы таусылғанын взвод командирі лейтенант Полянцев ертеңінде-ақ білді. Ол білген жоқ еді, мен өзім айттым. Зеңбірегімнің жарығын түнде кітап оқимын деп таусып алдым дедім. Полянцев өте ашуланшақ кісі еді. Бірден айғайды салып сыбап алды. Мен сені қазір атып тастаймын деді. Бірақ атқан жоқ. Погонымды, мылтығымды, белбеуімді сыпырып алып, 3 тәулікке гауптвахтыға айдатты. Қылша мойным талша деп қару кезенген солдаттың алдына түсіп, желбегей шинелім салпаңдап, дивизион штабының қасындағы гауптвахтыға қарай сапар шектік. Бұл бір көрмеген құқайым еді. Оны да көретін болдым деп ойладым ішімнен. Позициядан шыға бере алдымыздан біздің батареяға қарай салтатпен келе жатқан дивизион командирі майор Сахон кездесті. Майор Сахонды біз генерал Панфиловтан кем көрмеуші едік. Тілі сақаулау болғанымен өте байсалды, ақылды кісі еді. Қарамағындағы артиллеристерді офицерден бастап әрбір солдатына дейін білетін. Мен айдауда келе жатсам да, 2 қолымды жамбасыма жапсыра ұстап, аяғымды көтере сермеп, дік-дік басып мойнымды командир жаққа бұрып, салт атты Сахонның қасынан сәлем беріп өттім. Майор мені таныды да атының тізгінін тартты. «Қане, тоқтаңдар!» деді артымда маған мылтық кезеп келе жатқан айдаушы солдатқа. Майор атының басын бұрып қасыма өзі келді де, «Аға сержант, қайда жол тартып бара жатсың?» деді. «Гауптвахтыға жолдас майор». «Не үшін?» «Зеңбірек аккумуляторын шығындап, түнде кітап оқығаным үшін». «Ол дұрыс болмаған екен». «Кінәлімін жолдас майор». «Қандай кітап еді?» «Панфиловшылар туралы». «Ұнады ма?» «Өте ұнады жолдас майор». «Момышұлының оның басқа да жерлестерінің ерлігіне сүйсіндің бе?» «Сүйсінгенде қандай жолдас майор?» «Мен де сүйсіндім. Ал сен ол кітаптың мазмұнын жолдастарыңа айтып бердің бе?» «Дәл солай, жолдас майор. Бүкіл батареяға баяндап бердім». «Онда жігіт екенсің, аға сержант», деді майор маған ат үстінен сығырая қарап. «Сені гауптвахтыға кім жіберді?» «Взвод командирі лейтенант Полянцев, жолдас майор». «Ендеше, мен сенен ол жазаны алып тастадым. Қазір қайт та взводыңа барып өз міндетіңе кіріс. Лейтенант Полянцевқа менің осы бұйрығымды айт». Біз батареядан 40-50 метр ғана алыстаған едік. Айдаушы солдат өз бетімен кетті де, мен старшинаға барып погонымды, белбеуімді, наганымды алдым. Пилоткамның қызыл жұлдызын қайта қадап, басыма кидім де, асықпай аяңдап, орман шетінде жауынгерлермен сабақ өткізіп жатқан взвод командиріне қарай беттедім. Лейтенант мені көре сала орнынан ұшып тұрып, бақырып қоя берді. «Сен неге сенделіп жүрсің әлі күнге дейін?» деп ақырды. «Сенделгенім жоқ, түп-түзу келе жатырмын, жолдас лейтенант». Оның аузы жыбыр-жыбыр ете түсті. Бұл оның мені әке-шешемнен сықпыртқаны. «Менің саған гауптвахтыға бар дегенім қайда?» «Орта жолдан қайтып келдім, жолдас лейтенант». «Кім права берді саған гауптвахтыға бармай қайтып келуге? Бұл үшін мен сенің көзіңе көк шыбынды үймелетермін әлі». Осылай деп ол қасында тұрған сержантқа бұйрық берді. «Омарбаев, қазір мынаның белбеуін шешіп, погонын сыпырда, дивизиондағы гауптвахтыға айдап бар». Мұқан Омарбаев амалсыз орнынан тұрып, аяғын сылбыр басып, маған қарай алаңдады. Мен оған асықпа дегендей белгі бердім де, баяндауға рұқсат етіңіз, жолдас лейтенант, дедім. Полянцевқа қарап тік тұра қалып, «Үніңді өшір, рұқсат етпеймін», деді ол. «Рұқсат етпесеңіз, онда мен рұқсатсыз баяндауға мәжбүр боламын. Өшір үніңді».
Қазір, жолдас лейтенант, сіздің бұйрығыңызды дивизион командирі майор Сахан жолдас бұзды, дедім мен. Майор осыны сізге айт, және Полянцев жолдас дереу маған келсін, деді. Қайда, майор, сен бағанадан бері неге айтпай тұрсың ол кісінің шақырғанын? Айтайын деп едім, сіз маған сөйлеуге рұқсат бермедіңіз ғой, жолдас лейтенант. Лейтенант пилоткасын түзеп киіп, қос бармағын белбеуіне сұқты. Гимнастеркасының бұрысқанын артына қарай жиырды. Қайда, жолдас майор? Позицияда. Лейтенант орман шетіндегі зеңбіректер тұрған жерге қарай тұра кеп жүгірді. Барды да майорға өзінің шақырту бойынша келгенін айтып, рапорт берді. Майор мен лейтенанттың барлық сөздері бізге анық естіліп тұрды. Зеңбірек командирін не үшін тұтқындадыңыз, жолдас лейтенант, деп сұрады майор. Түнде кітап оқимын деп, зеңбірек шамын тауысқан үшін, жолдас майор. Неге сүйеніп тұтқындадыңыз? Уставқа сүйеніп, жолдас майор. Устав бойынша тәртіп бұзған жауынгерді 3 тәулікке дейін гауптвахтаға отырғызуға правам барды ғой. Әрине бар, бірақ уставтағы праваны дұрыстап пайдалана білу керек, жолдас лейтенант. Ол сержант бір зеңбіректің отын өшіргенімен, сол оқыған кітабы арқылы батареяның бар жауынгерінің жүрегіне от шақты. Уставта осы да есептелген. Сіз оны ескермегенсіз. Өзіңіз батальон командирі Момышұлы туралы кітапты оқыдыңыз ба? Жоқ, жолдас майор. Ендеше оны оқымағаныңыз үшін мен сізді 3 тәулікке үй тұтқыны етіп қамасам. Қалай болар еді? Бұл да менің уставтық правам ғой. Сонда сіз ол кітапты оқып шығарсыз деп ойлаймын. Құп, жолдас майор, 3 тәулікке үй тұтқыны болуға. Бірақ ана кітапты қайдан аламын? Оны өзіңіз тұтқындаған сержанттан сұраңыз. Мен сізге арест жариялаймын, лейтенант. Бірақ бұл есіңізде болсын. Осыдан кейін Знамя журналының мендегі 2 нөмірі қолдан қолға көшті. Қаршадайынан батырлар жырын жаттап өскен қазақ балалары бұл повесті өлеңдей жаттап алдық. Фамилиясы жоқ адаммен батальон командирі Бауыржан Момышұлымен біз майданда осылай танысқан едік. Оның ерлігіне, батылдығына, тапқырлығына, сонымен бірге адамгершілік асыл қасиеттеріне сүйсіндік. Егер өтірік жазсаң, алдымен сол қолыңды, одан соң оң қолыңды шауып тастаймын деп қылышын жарқ еткізіп қынабынан суырып алып, жазушыға серт қойған сәті әрқашанда жадымызда жүрді. Оның Боранбаев есімді қорқақты жазалағанын да жөн көрдік. Оның Бозжанов, Рахимов сияқты серіктерін де өзімізге үлгі тұттық. Командирлеріміз Бауыржандай қатаң, қаһарман болуға ұмтылдық. Бәрімізде Момышұлын бір көрсек, тілдессек-ау деп арман еттік. Бірақ мен Бауыржанмен соғыста кездесе алмадым. Ал онымен соғыс біткеннен соң 18 жыл кейін, онда да тек телефон арқылы ғана тілдесуіме тура келді. Момышұлы әскерден босап, Алматыға келгенде мен Павлодарда қызметте болатынмын. Бауыржан отставкаға шығыпты, Бауыржан пәленшеге былай депті деген сияқты ұзын құлақ хабарларды естігеніміз болмаса, көпке дейін онымен жүздесу сәті түспеді. Алайда мен қиын күндерде пір тұтқан адамым болғандықтан жүрегімдегі оған деген сонау солдат кезінің ыстық сезімін суытпай сақтап жүрдім. Оның үстіне Момышұлының біздің семья, жауынгердің тұлғасы, Москва үшін шайқас атты кітаптары бірінің соңынан бірі шығып, менің оған деген сүйіспеншілігімді бұрынғыдан да арттыра түсті. Момышұлын бұрын командир ретінде құрметтесем, енді жазушы ретінде және жақсы көре түстім. 1961 жылы мен Алматыға ауыстым. Сол жылдың жазында Қазақстанның 40 жылдығын тойлау белгіленді де, соған арнап газетіміздің мерекелік қосымша нөмірін шығармақ болдық. Мерекелік нөмірге басқа авторлармен бірге Момышұлының да мақаласы жоспарланды. Редактордың орынбасары ретінде қосымша нөмірге жетекшілік ету маған жүктелгенді. Мақаласын ұйымдастыратын авторларды редакция қызметкерлеріне бөле келгенде, жұрттың бәрі Бауыржаннан қашқалақтап, онымен байланыс жасаудан тайсалақтай берді. Мен оның себебін түсінбедім.
Ол кісімен сөйлесу қиын, деді партия тұрмысы бөлімінің меңгерушісі ақын Құрманғали Ұябаев. Көңілі түспесе ұрсып тастайды, сөйлеспей қояды. Жігіттер сондықтан батпай отыр. Ол кісімен өзіңіз сөйлескеніңіз дұрыс. Ақыры Бауыржанның үйіне менің телефон соғуыма тура келді. Ар жақтан трубканы әйел алды. Әйелмен сәлемдескеннен кейін мен Баукең үйде ме деп сұрадым. Үйде. Бұл қайдан? Мен қайдан екенін айттым. Әйел қазір деп трубканы тастап кетіп қалды. Мен тыңдап тұрмын, деді. Бір кезде еркек дауысы трубканы жарып жібере жаздай гүр ете түсіп. Сәлеметсіз бе, Бауке? Сәлемет. Бұл социалистік Қазақстан газетінің редакциясынан ғой, дедім мен шапшаңдата сөйлеп. Әскери адам жіті, қысқа, нақ сөйлегенді ұнататын болар деген оймен. Содан соң лауазымым мен фамилиямды айттым да бірден бұйымтайға кірістім. Мерекелік нөмірге сіздің мақалаңызды жоспарлап едік. Соған? Тоқта, фамилияң кім сенің? Деді Бауыржан менің жоғарыда айтқандарыма мән берместен. Мен фамилиямды қайталап айттым. Мен ондай адамды білмеймін, деді Бауыржан сөзін нығыздай сөйлеп. Мен сізбен сөйлеспеймін. Бұл күнге дейін мен газет атынан сөйлескен кісіге мұндай жауап берген адамды кездестірген жоқ едім. Аудан, облыс, өлке басшыларымен емін еркін сөйлесіп, тілек тапсырмамызды бірден айта беретінбіз. Үлкенді-кішілі журналистермен сөйлеспейтін, олардың өтінішін орындаудан бас тартатын ешкім болмайтын. Момышұлы маңдайдан тарс еткізіп, екі сөзге келместен трубканы ілді де тастады. Абыржып, аң-таң болып қалдым. Ақыры жазушы ағайындардың жазғанын ғана оқып, атағына алыстан сүйсініп жүре беру керек екен-ау. Оларды көрсем, білсем, тілдессем деу бекершілік екен ғой. Қайта солардың мінез құлқын, жеке өмірін білмей-ақ қоюдың өзі абзал шығар деп түйгенмін де қойғанмын. Әрине, Момышұлы жоғарыда аталған мақаланы бізге жазып беріп, ол қосымша арнаулы нөмірде жарияланды да, менімен сөйлеспеген үшін Бауыржан артынан ғапу да өтінді. Дегенмен жүрегім сол жолы май ішкендей шайлыққан. Мен осыдан кейін Момышұлына жоламайтын да, жуымайтын да едім. Аман сау, абыройлы болуына сырттан тілектес көптің бірі болып жүре беретінмін. Мінеки, бүгін келіп мен сол адамның есігін өзім қағып тұрмын. Әй, ашсаңшы, деп гүр ете қалған зор дауыс естілді менің қоңырауымнан кейін. Бұл мықтының өзі болды, дедім ішімнен. Есік ашылды. Үстіне аяғының басына түсе сүйретілген гүлдік көк халат киген сұңғақ бойлы сымбатты әйел қарсы алды. Бұл Бауыржанның жұбайы Кәмәш. Батырдың әйеліне бас идім де кіруге рұқсат сұрадым. Кіріңіз. Кірсем, есіктің дәл қарсысында кухня бар екен. Соның төрінде таңертеңгі шай үстелінің басында ескі әскери кителді иығына желбегей жамылған, үстіне қайырма жағалы, омырауы ашық, сарғыш түсті көйлек, жолақты жұқа шалбар, аяғына жасыл тапочка киген Бауыржан отыр екен. Үстел басында еңсесін тік ұстап, еті қашқан иегін сәл көтере түсіп, сырттай кірген кім екен деп есікке тесірейе қарап отырған ол. Бір сәт маған шығыңқылау бет сүйегін, суалыңқылау ұртын салбыраңқы мұртын, кісіге тайсалмай тіке қарайтын, қарағанда жанарынан ұсақ-ұсақ ине шашырап жатқандай боп көрінетін сәл қысықтау көзін, қара жартастай қасқиып тік жатқан маңдайды шимайлаған жол-жол әжімдерін әлде бір шебер қол гранитке айқындай қашап, айнытпай түсірген аса бір сұсты, сол сұстылығымен тартымды көрінетін тас мүсінге ұқсап кетті. Табалдырықтан аттағаннан кейін мен оң қолымды кеудеме басып, «Бауке, сәлеметсіз бе?» дедім. Бауыржан үндемеді. Бәләй, бүлдірдім-ау, ассалаумағалейкум деп айтпағаныма қырсығып отыр ма? Деп мен де үнсіз тұрып қалдым. Бауыржан өзіне сәлемді қазақша бермеген адамдарды үйінен қуып шығады екен деп естіген болатынмын.
және ондайда бірден кругом, шагом марш деп айтады екен деп те еститінмін. Маған да солай етер ме екен деп қатты қысылып тұрдым. Осы арада Бауыржанның тілшілерді қабылдауына байланысты жұрт аңыз етіп айтатын екі оқиға ойыма сап ете қалды. Бірде Момышұлына радиодан магнитофонын арқалап тілші келеді. Тілші шашын әйелше қоя берген жас жігіт екен. «Әй, сен кімсің?» дейді Бауыржан оны көрген бойда. «Радио журналистпін ағай, сізбен сөйлесейін деп келіп едім». «Өзің әйелмісің, еркекпісің? Мен соныңды айт деп тұрмын саған». «Еркекпін ағай». «Кругом» дейді Баукең оған ежірейіп. Сасқан жігіт ұршықша айналып кейін бұрылып есікке қарап тұрады. «Сен еркек болсаң, онда шашыңды еркекше алдырып кел, марш!» Жігіт салысуға кетіп кеңсесіне қайтады. Қысқартайын десе шашын қимайды, қысқартпайын десе тапсырма қинайды. Сөйтіп жүргенде бір күн өте шығады. Ертеңіне оны бастығы шақыртады. «Момышұлымен әңгіме дайын ба?» деп сұрайды бастық. «Жоқ». «Неге?» «Шашыңды еркекше алдырып келмесең, сенімен сөйлеспеймін» деп қуып шықты. «Шашыңды неге алдырмайсың?» «Қимаймын». Бастық ашуланады. «Ол материал программада тұр. Шашың тұр ғой, басыңды алдырсаң да бүгін материал осында болсын» деп бұйырады ол жігітке. Жігіт амалсыздан шаштаразға барып шашын жұқарттырады. Содан соң Бауыржанға қайтадан барады. Екінші аңызда Бауыржан Кубадан келгенде бастығы Момышұлынан интервью әкел дегенде бір журналистің «Мені Бауыржанға жұмсағанша тордағы арыстанның жалынан бір сипап қайт деп бұйырыңыз» дегені айтылатын. Осы екі оқиға есіме түскенде менің одан сайын берекем қаша бастады. «Мұнда кел» деді Бауыржан, даусын жылып бастан маған тесірейе қараған күйі. Әлі де қуып шығар шықпасына көзім жетпей сақтана басып қасына барғанымда Бауыржан қолын ұсынды. «Аман есенбісің?» «Шүкір Бауке, отыр» деп менің арт жағымдағы бос орындықты нұсқады. «Бауке, денсаулығыңыз қалай? Анада өткен май айында ауруханада жатқандығыңыздан кейін көрісіп отырғанымыз осы. Жүдеп қалған сияқтысыз ба?» дедім әңгімені бастардан бұрын. «Мен салмын» деді ол сәл бөгеліп барып. Бауыржанның не айтқалы келе жатқанын мен қапелімде аңғара алмай қалдым. О не дегені? Ақан сері Біржан Сал сияқтымын дегені ме? Оны неге байланысты айтып отыр деп ойладым. «Сал аурудың не екенін түсінесің бе?» Мен ол сөздің мәнісін енді ұқтым да басымды изедім. Бауыржан сөзін қайтадан жалғады. «Мына асқазан, өкпе, бауыр, жүрек, жұтқыншақ дегендерің тегіс сапсау». Ол алдымен кеудесін сипады да екі қолын бірдей беліне апарып тоқтатты. Ал мына жақ ит боп кетті. «Жүре алмаймын. Мұның өзі жұлын жүйкеге байланысты ауру. Мен 2 рет ауыр жарақаттанған кісімін, бірақ екеуінде де саптан шыққамын жоқ. 1942 жылы полк командирі кезімде омыртқама оқ тиді. Санбатқа жеткізгенше ес түсімді білген жоқпын. Есімді жисам ет бетімнен жатыр екенмін. Бас жағымда дәрігер бірдеңе деп баж-бұж етіп тұр. Бақсам сөзі мен туралы екен. Бұл кісіні дереу госпитальға жіберу керек деп безек қағады. «Сонша не боп қапты?» дедім дәрігерге. «Омыртқаңызда оқ қадалып тұр. Сізді дереу госпитальға жөнелтуіміз керек». Тістеніп, әрең дегенде қолымды жеткізіп арқамды сипасам, расында да оқ бар екен. «Скальпелің бар ма?» дедім дәрігерге. «Жоқ». «Өткір бәкің бар ма?» «Жоқ». «Ұстараның жүзі бар ма?» «Бар». «Ендеше соны спиртпен шайда оқ тұрған жердің етін кес». «Олай етуге болмайды, жолдас капитан». «Болады, бұйырамын. Орындамасаң атамын» деп етпеттеп жатқан күйімде оң жақ жамбасымдағы кабураның аузын ағыта бастадым. Батырға да жан керек деген емес пе? Дәрігер дереу айтқанымды істеуге кірісті.
Ол арқамды кескілей бастағанда пистолеттің сабын сындырардай қысып, тісім шықырлап мен жаттым. «Мінеки жолдас капитан, оғыңыз», деп дәрігер әлден уақытта омыртқама тірелген оқты алып алақаныма салды. Жарамды тандырып алып, арқамнан алынған оқты мені Санбатқа жеткізген Блоха деген жауынгерімнің қолына ұстата салып, жаумен ауыр ұрыс жүргізіп жатқан полкке қайтадан жеттім. Бірнеше күн қатарынан жаумен жағаласып, жан ұшырып жүргенде арқамдағы жараны ұмыттым да кеттім. Ол бірде суланып, бірде қара қотырланып, бірде қыши бастап, өзінен өзі жазылып та бітті. Бауыржанның аузынан шыққан Блоха деген фамилия менің көз алдыма екінші бір картинаны елестетті. 1960 жылы бір топ ақын жазушы шахтерлермен кездесу үшін Алматыдан Қарағандыға келді. Солардың ішінде Бауыржан Момышұлы да бар еді. Бір күні таңертең жазушылар шағын топтарға бөлініп шахталарға кеткелі жатқанда, мейманхананың Бауыржан түскен бөлмесінің есігі тықылдады. «Кіріңіз», деді жайбарақат темекі тартып отырған бөлме иесі. «Қайда менің батям?» деп гүрілдек дауысты Бауыржанның өзін екі орап алғандай алпамса денелі, ұзын мұртты әлдебіреу ырғаң етіп есікті айқара ашып тастап, ішке қарай кіріп келе жатты. Бауыржан тез мойнын бұрып, дауыс шыққан жаққа жалт қарады да қорбаңдап құшағын жайып өзіне қарай ұмтылып келе жатқан алып денелі адамды бірден таныды. Батырдың қаһарлы жүзі жылып, қатал жүрегі жібіп жұмсарып қоя берді. Бір кезде полк командирі Момышұлын қол астындағы жауынгерлерінің бәрі тегіс батя деп атайтын еді. Батя қазақша әке деген сөз. Командирдің өзін қол астындағы жауынгерлері ресми түрде жолдас командир деп атауы оңай, ал оның әке деп атауы оңай емес. Солдаттар әкедей зейіл, әкедей әділ, әкедей қамқоршы командирді ғана, өздерін әкедей аялап, әкедей сүйе білетін командирді ғана әскери уставтың талап етуінше емес, өз жүрегінің әмірімен осылай әке деп атайды. Бауыржанға батялап кіріп келе жатқан адамның артынан бүкіл полкі жамырай еріп келе жатқан сияқты боп көрінді. Ол орнынан атып тұрды да, «Мен мұндамын, ұлым!» деді дауысы еркінен тыс елжірей шығып. Қос құшақ айқаса түсті. Былайғы жұртқа кесек боп көрінетін Бауыржан келген адамның құшағына еркін сыйып кетті. Екі алып адам бірін-бірі аймалай құшқанда кешегі Ұлы Отан соғысында Москваны шойын кеуделермен қорғаған екі ер солдаттың болат жүректері бордай езіліп кеткенге ұқсады. Бұлай болатын жөні бар еді. Ашық жерде ақ қардың үстінде жатқан батальон күні бойы жаудың 5 рет жасаған атакасын тойтарды. 5 ретте де пулеметші Блоха ерекше көзге түсті. Бұл күні полктың ең жанды жері болған бұл батальонмен Бауыржан күні бойы бірге болды. Фашистердің 6-шы атакасы басталмас бұрын Бауыржан еңбектеп, пулеметші Блоханың қасына келді. «Сенің табандылығыңа, ерлігіңе және мергендігіңе бүгін мен ерекше сүйсіндім, Блоха. Саған деген шын жүректен шыққан алғысымды айта келдім», деп Бауыржан ет бетінен жатқан ақ тонды еңгезердей солдаттың арқасына қол тигізді. Арпалыс сәтте алғы шепке келіп, сүйікті командирі алғыс айтса, солдатқа одан қымбат не болушы еді. Солдатқа сол сәттегі командирдің бір ауыз жылы сөзінен жоғары не награда болушы еді. Блоханың қақпақтай жауырыны оқыс бүлк-бүлк кетіп қалды. «Совет одағына қызмет етемін, батя», деді ол булығып. Бауыржан солдатқа бұдан басқа дәнеңе деген жоқ. Тез еңбектеп рота командирінің окобына қарай кетті. Полк командирі кеткеннен кейін көп кешікпей, дем ала алмай ентігіп түсі қашып, шәпеті денелі рота командирі пулеметшінің қасына жетті.
Осы кезде немістер 6-шы шабуылды бастауға кіріскен еді. Олар бар қаруларынан оқ атып бұрқылдата жөнелді. Полк командирі ауыр жарақаттанып қалды, деді ол дегбірі қашып. Блоха, айналайын, бұл жерде Батяны сенен басқа алып кете алатын кісі жоқ. Тез барып құтқар Батяны. Сенің орныңа пулеметке өзім жатамын. Блоха төбет құйқасы шымырлап, өзінің не боп кеткенін білмей қалды. Тірі ме, деді бар аузынан түскен сөз осы болып. Тірі, тез жете көр айналайын. Көбік қарды садақтың оғындай сызып, рота командирінің окобына тез жеткен Блоха ес-түсін білмей жатқан Бауыржанға төнді. Алыпты алып қана арқалайды емес пе? Оны иығына салып, тез-тез жиырылып еңбектей жөнелді. Оның артынан кетіп бара жатқан танктың бір жақ табанының ізіне ұқсап, шұбатылған траншеядай терең із минут сайын ұзара берді. Екеуі үстел бәсіне отырып, хал жай білісті. Блоха Қарағандының бір шеберханасында ұста болып істейді екен. Бауыржанның осында келгенін газеттен оқып, әдейі іздеп келіпті. Бауыржанның буфетінде бір жартылық таза спирт бар еді. Соны алып келді де графиннің жанында тұрған үлкен стаканға толтыра құйып Блохаға ұсынды. Мен қазір ішпеймін, деді Бауыржан. Шахтаға кездесуге бара жатырмын. Ал екеуміздің осы кездесуіміз үшін сен мынаны жұтып қой. Дем алмастан ба, Батя? Я, дем алмастан. Блоха бір стакан спиртті екі-ақ қылқып көрікте кеудесін керіп, терең бір демалды да аузын күректей алақанымен сүрте салды. Екеуміздің бүгін бірге отыратын 10 минут уақытымыз бар, деді Бауыржан. Сен ертең офицерлердің клубына кел, сонда молырақ сөйлесеміз. Немене, Батя, ылғи асықтыра бересің, деп Блоха наразылық білдірді. Соғыста асықтырғаның жөн, енді тыныштық кезде асықтырмасаңшы. Молчать, деді Бауыржан мұрты түкірейіп. Мен болашақ ұрпақтың асықпау үшін асығамын. Понятно тебе? Ертеңінде белгіленген сағатта Бауыржан Қарағандының офицерлер үйіне келді. Атақты Момышұлын көру үшін қала офицерлері әйелдерімен, бала шағаларымен жиналған екен. Блоха да сол жерден кездесті. Ине шаншар жер жоқ. Иін тірескен жұрттың алдында Бауыржанға сөз берілді. Сөз берілерден бұрын Момышұлының Ұлы Отан соғысының қаһарманы, бүкіл дүние жүзіне белгілі әдеби герой, атақты жазушы екені айтылды. Жолдастар, деді Бауыржан орнынан тұрып, дүние жүзіне аты жайылған атақты Момышұлы мен емес. Жұрт демін ішіне тартып сілтідей тына қалды. Осы кезде Бауыржан сөзін қайтадан жалғады. Бірақ ол осында отыр. Жұрт одан сайын аң-таң бола бастады. Осы кезде Бауыржан президиум үстелінің басында отырған өзгелерден бітімі бөлек, балуан денелі адамды нұсқады. Міне, ол мына кісі. Осыдан 18 жыл бұрын бұл кісі мені ажалдан алып қалды. Мені ажалдан арашалап алып, жаңа айтылмағанындай бүкіл дүние жүзіне паш еткен адам. Бұрынғы пулеметшім Блохамен мен кеше ғана табыстым. Сіздердің алдарыңызда осы адамды құшақтап, 3 рет бетінен сүюіме рұқсат етіңіздер. Жұрт ду қол шапалақтап орындарынан түрегелісті. Бауыржан мен Блоха екеуі сүйісіп болғанша алақан шартылы басылмады. Жұртты тыныштануға шақырып Бауыржан қолын көтерді. Осы кезде Бауыржанның қасындағы жігіттердің бірі сахнаға шығып, гвардия полковнигі Момышұлының атынан деп гвардия жауынгері Блохаға бағалы сыйлық тапсырды. Ендігі сөзді гвардия жауынгері бұрынғы пулеметші, қазіргі ұста Остап Тарасович Блохаға беремін деп Бауыржан орнына отырды. Блоханың мінбеге шығуынан түсуі тез болды. Жолдастар, деді ол даусы гүр ете қалып. Бәріңізді Батямен бірге біздің үйден дәм татуға шақырамын. Кездесуден кейін Бауыржан Блоханың үйіне қонаққа барды. Ұстаның 10 баласымен, әйелімен танысты. Батя есіңде ме? Деді Блоха Бауыржан кетерде.
Санбатта дәрігер арқаңды ұстараның жүзімен тіліп, әрең алған оқты маған беріп едің ғой. Мен соны ескерткіш үшін жоғалтпай сақтап жүрдім. Соғыстан кейін кездескенде өзіңе сыйлармын деуші едім. Соғыстан қайтып келе жатқанда зат қапшығыммен бірге жоғалтып алдым. Қазір саған не сыйларымды білмей отырмын. Маған ештеңе сыйлаудың керегі жоқ, деді Бауыржан. Сен менің өз өмірімді өзіме сыйлаған кісісің. Одан артық ешқандай сыйлық болмайды. Сонда да, деді Блоха шалбарының қалтасына қолын сұғып. Мына Волоколамск тасжолымен немістердің танктері бізге қарап қаптап келе жатқанда, оларды лайықты қарсы алар алдында менің темекі тұтатқан шақпағым бар еді. Осы үйдегі соғыстан қалған жалғыз белгі осы ғана. Ол қысынбасаң, осыны саған сыйлағым келеді. Бұл сыйлығыңды қабыл аламын, деді Бауыржан, винтовка гильзасынан жасалған шақпақты алып жатып. Бұл баға жетпес ескерткіш. Бауыржан 1942 жылы өзінің қалай ауыр жарияланғанын айтып, жанындағы жолдасы Блоха есімін аузына алғанда менің ойыма осы оқиға түскен еді. Ол жара арқаңыздың қай тұсында? Дедім, ойымда бөтен ештеңе жоқ. Мен батырлар жырында айтылатын омыртқада 10 жара, қабырғада 40 жара дейтін жолдар есіме түсіп. Бауыржан маған алая бір қарады да, жонын беріп теріс айналып кетті. Үстіндегі кетелді жауырынының астындағы көйлекпен қоса жоғары қарай жұлқи тартып тез көтерді де, қара деп секіді маған. Мен оның етіндегі жараның орнын тексерейін деп ойлаған жоқ едім. Ол арқасын жалаңаштай бастағанда, не істерімді білмей бөгеліп қалдым. Қара деймін, деді ол даусын одан сайын қатайта түсіп. Мен амалсыздан оның қоңырқай тәніне көз салып, қолыммен арқасын сипалай бастадым. Мына біреу ме? Дедім, сегіз көздің тұсындағы титтей тыртықты көріп. Жоғары сырсаңшы көйлекті. Адам құсап, деді Бауыржан дегбірсізденіп. Қолым дірілдеп көйлегін жоғары көтерсем, расында да жауырынынан бір қарыстай төмен, қыр арқасында ақ тыртық бар екен. Міне таптым, дедім сол жерді тапқаныма қуанып. Бауыржан көйлегін төмен түсіріп, үн-түнсіз қайтадан бері бұрылды. Мен қызарып кеттім. Сол жарасы бар болғырдың қай жерінде екенінде не шаруам бар еді деп, аузымнан ол сұрақтың қалай шығып кеткеніне өкіндім. Енді оған ойланбай сұрақ қоймаспын, дедім ішімнен. Бірдеңені бүлдіріп алған баладай болып мен үндемедім. Ол маған мұрты жыбырлап, тесіле қарап отырды да, мойнын әрі қарай бұра түсіп қайтадан сөйледі. Екінші ауыр жараланғаным 1944 жылы, деді ол сөзін қайтадан жалғап. Комдив болып жүргенде құладым. Аттан ба? Деппін мен Бауыржанның жаңағыға шамданып, өзімді қуып шықпағанына қуанып, әлгінде ғана енді оған ойланбай сұрақ қоймаспын деген іштей сертімді ұмытып. Деуін десем де, тағы да бірдеңені бүлдіріп алдым ба, деп қыбыжықтаңқырап қалдым. Жоқ, жаяу келе жатып, деді Бауыржан менің бұл сұрағыма шамданбай. Оңбай құладым және жаным шығып кете жаздады. Біразға дейін жығылған орнымда қозғала алмай қалдым. Есімді жиған соң орнымнан тұрсам, жерден шошайып шығып тұрған темір қазыққа тура құйымшағыммен құлаппын ғой. Содан кейін бірнеше күн атқа отыра алмай, шалқамнан жата алмай жүрдім. Бірақ соғыстың қызуымен тағы да госпитальға соқпастан кете бардым. Бауыржан сәл бөгеліп, сөзін қайтадан жалғады. Мінеки, осының екеуі де жүйкеге тікелей байланысты аса ауыр жарақаттар еді. Оның үстіне мен 207 рет ұрысқа кіріп, 5 рет қоршауда қалған кісімін. Соғыстың әр секундын жүйкеге қадалған бір ине деп есептесек, сонда менің нерв жүйеме көзге көрінбейтін қаншама жарақат түсті десеңші. Жас кезде елеп ескермей жүре бергенмен оның бәрі тереңге көміп тастаған минасек сияқты пәле екен ғой. Міне, 60-қа шығып, қуат кемей, сол оқтар сарт етіп шыға келді де екі аяқтан ала кеп түсті. Мінеки қарағым,
Біздің жай осылай. Бауыржанның соңғы сөздері сәл мұңдылау болып шықты. Оның үстіне басқа адамдардың аузынан естігенде онша әсері бола бермейтін қарағым деген сөз Бауыржан айтқанда соншама жылы сияқты боп сезілді. Қатал адамның аузынан шыққан жылы сөздің жанға ерекше әсері бола ма екен деп ойладым ішімнен. Мен комдив кезімде 90 килограмм едім. Онда мына сояудай саусақтар айналасында әжептәуір еті бар, адам көруге тұрарлық болатын. Ол маған ежірейе қарады. Ақырын байқасам, мұртының екі жақ ұшы жыбырлап кеткен екен. Бұл Баукеңнің айқындағандығы әдеті болу керек деп ойладым. Мен тағы да басымды изедім. Қазір салмағыңыз қанша, Бауке? Қазір 60-тан әзер асатын болдық қой деп Бауыржан қолын бір-ақ сермеді. Мен оның мұнша арығанын аяғандай болып басымды шайқадым. Әй, мен мүсіркегенді ұнатпаймын, деді ол жұлып алғандай. Менің биыл ауруханадан неге шығып кеткенімді білесің бе өзің? Жоқ, Бауке, білмеймін. Білмесең тыңда. Ауруханаға түсе қалсаң, әркімдер келіп, Бауке қалайсыз? Өң, деп осы арада ол мойнын ішіне алып, әлдекімше бұқиып, әлдекімдердің даусын салды. Өтірік есіркегенсіп, мүлейімси қалады. Солардың мен өліп кетсем қуанбаса күйінбейтінін біліп тұрмын. Сөйте тұра олардың өтірік өң дегендерін жаным жек көреді. Осындай өтірік мүләйімсу мүсіркеуді көрмеу үшін ауруханадан шықтым да кеттім. Бауыржан сәл бөгеліп барып сөзін қайтадан жалғады. Ауруханадан шығып үйде біраз тыныққан соң елге жүріп кеттік. Елде інім бар еді, әкемнің інісі, Момынқұлдың баласы, колхозда парторг екен. Осылай ауылда 2 ай жатып қайттық. Осы кезде шәй келді. Ал өз қалдарың қалай? Денсаулық жақсы ма? Шүкір, Бауке. Маған не шаруамен келдің? Сіздің 60 жылдығыңызға байланысты Жұлдыз журналының тапсырмасымен келдім. Сенің бойыңдағы ең жақсы қасиетің не? Деп сұрады ол менің сөзімді тыңдап болғаннан кейін. Жанымдағы адамның сөзін жалықпай тыңдау, Бауке. Жүр, онда ана бөлмеге барып сөйлесейік, деді Бауыржан. Бұған сенерін де сенбесін де білмегендей маған тесірейе қарап. Үндемеу үлкен тактика екен, мен осы арада ұқтым. Бауыржан маған ақыра бастаса, менің оған қарсы қолданар негізгі тактикам осы болу керек деп қорыттым. Ана бөлме дегені кухнямен іргелес, қораның ішкі жағына қарай шығатын балконы бар тар бөлме екен. Бөлменің сол жағында жиналмаған аласа ағаш төсек, оның қарсысында үсті қобыраған газетке толы дөңгелек журнал үстелі мен 2 кресло тұр. Оң жақ қабырғада жабулы тұрған есік бар. Кіре берістегі балконға қарсы қабырғаға биік шкаф қойылыпты. Бауыржан аяғын жерге тіреп шалқалап төсекке жайғасты. Тайға мінген ересек кісінің тізесіндей болып, 2 тізесі төсектен асып тұрды. Журнал, газеттердің үстіне 10 шақты парақ ақ қағаз қойылған екен. Газеттерді жинап, түкпірдегі креслоға қойдым да өзім 2-ші креслоға отырып, қалтамнан қойын дәптерімді суырдым. Оны суырғанмен көлемі шағын дәптерге көсілтіп тез жазу қиын болатынын сездім де, Бауке, рұқсат болса мынау қағазға жазсам бекен дедім. Жазғын, саған әдейі қойылған қағаз ғой, деді Бауыржан. Өйткені мен бұл үймен кеше телефон арқылы хабарласқанмын. Ал Жұлдыз саған не жаз деп отыр? Оларға сіздің 60-қа толуыңызға орай бір нәрсе керек сияқты. Атап айтқанда, жазушының мүшел мерекесіне байланысты жазылатын дәстүрлі мақала қажет көрінеді, дедім мен. Ондай мақала жазуға мен әдебиет зерттеушісі, сыншы емеспін. Ал сіздің творчествоңызды талдауға жай сыншы емес, әскер психологиясын білетін өзгеше сыншы керек.
Сіз туралы очерк жазу да қиын. Өйткені сіздің ерліктеріңіз жайында Александр Бектің, Бауыржан Момышұлының кітаптарында толық баяндалған. Сол қалың кітаптар арқылы халықтың сүйікті кейіпкеріне айналған адам жайында 10 беттік очеркте мен не айта аламын, Бауке? Олар не айтсаң да сен айт, сен де соғыста болған адамсың деп менің түп етегімнен ұстап отыр. Мен оларға өзімнің әскери, әдеби атағым сізден әлде қайда кіші болғандықтан сізбен тілдеспей, сізден рұқсат алмай, ештеңе жаза алмайтынымды айтып, өзіңіздің елден келуіңізді тостым. Міне, бүгін қалың оқушы қауымға сіз туралы не айтуға болады деп өзіңізбен ақылдасуға келдім. Бауыржан біраз үнсіз отырды. Дәлірек айтқанда, төсекте үнсіз шалқалап жатты. Содан соң қаһар шақырғандай қабағын түйіп алды да, бірақ жауабын жай бастады. Мен туралы менен рұқсатсыз ештеңе жазбаймын дегенің дұрыс, деп бастады сөзін. Бірақ, қарағым, сен өкпелемегін. Мен өзім туралы ешкімге мақала диктовать етпеймін. Ол 10 шақты сөзін жұмсақтап, жылы етіп бастағанымен, оған қарағым деген сөзді қосқанымен, соңғы сөздерін маған ежірейе қарап қатуланып айтты. Мен бір ол кісіге өзіңіз туралы мақала жазып беріңіз, мен соған қол қояйын деп мөлиіп отырғандай. Сол үшін мені түтіп жіберердей боп зығырданы қайнағаны білінді. Мен сізге өзіңіз туралы мақала жазып беріңіз деп келгенім жоқ десем, енді неге келдің деп тап беретін сияқтанды. Мен жоғарыдағы тактикама сай мойнымды салбыратып отыра бердім. Екіншіден, деді Бауыржан, даусын одан сайын көтере түсіп, мені мақтап жаз деп ешкімге де айтпаймын. Баукең сабасына түссін деп біраз үнсіз отырдым да, содан соң барып басымды көтердім. Онда қалай болады? Менің не істеуім керек, дедім мен, әдейі абыржыған болып, Бауыржан не дер екен деп. Осы тойғаныңмен қайта бергін, қарағым. Бауыржан сенімен сөз бітті дегендей мойнын есік жаққа бұрып әкетті. Тойып қайтсам арманым не? Тоймай тұрмын ғой, Бауке, дедім мен күліп. Онда сізге біраз сұрақ қойсам қайтеді? Сұрағың болса сұрағын, деді ол, енді мойнын бері бұрып, маған тура қарап. Оған жауап беруге болады. Сұрағың болса сұрағын, неге болмасын? Мен осы кездесуге дейін 10 күн бойына Момышұлының кітаптарын қайталап оқыдым. Ол жайында ел ішінде айтылатын ұшы-қиыры жоқ аңыздардың өзім білетін бір сыпырасын есіме түсірдім. Ақиқат пен аңызды ұштастырған бұл адам жайында не жазамын, қалай жазамын деп толғандым. Ақыры, Бауыржан туралы мақала да, очеркте жазудың қажеті жоқ. Одан оқушы қауымға қызықты бірнеше сұраққа жауап алып, әңгіме интервью тәрізді жазамын деген тоқтамға келгемін. 3 күн ойланып жүріп, оған қоятын сұрақтарымды қағазға тізгенмін. Оны бірнеше адамға оқытып, Бауыржанға өздерің қандай сұрақ қояр едіңдер деп олардан және кеңес алғанмын. Ішкі қалтамнан машинкаға басылған 4 бет қағазды алдым да, бүктеуін жазып, Бауыржанға қарадым. Бауке, мен сіздің біздің семья деген кітабыңызды оқып шықтым. Бұрын оқи алған жоқ едім, таяуда оқыдым. Бұл кітабыңызды де қатты ұнатып сүйсініп тауыстым. Онда сіз халқымыздың үлкенді сыйлау, ананы ардақтау сияқты асыл қасиеттерін көрсетіпсіз. Бауыржан үндемеді. Онда сіз халқымыздың ар мен намыс үшін жандарын да аямайтындығын жазыпсыз. Онда сіз халқымыздың ауыз әдебиетінің адамгершілікке, азаматтыққа тәрбиелейтін жақсы үлгілерін бүкіл дүниежүзі әдебиетінің асыл мұраларымен теңестіре суреттепсіз. Бауыржан басын көтеріп, журнал үстелінің шетіндегі Қазақстан сигаретінен біреуін алып, ұзын ақ мүштікке сұқты да сіріңке шақты. Онда сіз аққұл сияқты ат бірінің, Зейнеп сияқты асыл әйелдің, Садық Абланов сияқты адал жүрек большевиктің жан тебірентер жақсы бейнелерін жасапсыз.
Мен кітабыңызды оқи отырып, сіздің ауылдың адамдарын шетінен жақсы көрдім. Бауыржан есімді кішкентай ұлын орыс мектебіне оқуға жібергелі жатып, балам, орыс тілін үйренсең, бар халықпен байланысты боласың. Онда сені ешкім орыс та қазақ та жәбірлей алмайды дейтін Момыш атам қандай тамаша. Басын қабырғаға тіреп, төсекте жартылай шалқалап жатқан Бауыржан мүштігін бір езуіне қарай сырғытып апарды да, аузынан аспанда жарылған зенитканың оғындай бұрқ еткізіп темекінің түтінін шығарды. Бауыржан ләм деген жоқ. Шығармасын лайықты бағалап жатқанда қай жазушы болмасын, не бас изеп, не болмаса жымиып ризалық білдірмей қала алмаса керек еді. Әрине, біреу өзін мақтаған кезде ұстамдылық көрсету, дәл осындай болып үн-түнсіз қалу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл еркі, рухы нағыз күшті адамдардың ғана қасиеті. Әрине, мен Бауыржанның ол кітабын оны көңілдендіріп алайын деп өтірік мақтағамын жоқ. Ол менің шын жүректен шыққан, бүкпесіз көңілмен берген өз бағам еді. Және мен Бауыржанмен тіл табыса қалсам, онымен болатын бүгінгі әңгімеге осы кітаптан аттап түсуім қажет деп ойлаған болатынмын. Енді жайлап сол жоспарымды жүзеге асыруға кірістім. Бауке, сіздің біздің семья кітабыңыз өзіңіздің алғаш рет орыс мектебіне оқуға баруыңызбен, шәкірт шағыңызбен аяқталады. Ал екінші кітабыңыз Москва үшін шайқас, Момышұлы батальонының 5 күн 5 түн жүріп қоршауды жарып шығып, Волоколамск қаласын революциялық әнмен сілкіндіре өтіп бара жатқан кезімен басталады. Осы екі аралықтағы сіздің өміріңіз қалың оқушы қауымға белгісіз ғой деп ойлаймын. Сіз маған шәкірт шағыңыздан комбат болғанға дейінгі өміріңізді бекке айтқанда етіп баяндап берсеңіз. Мен содан очерк жазсам. Әңгімеңіздің арасында мен сізге қысқа сұрақтар және қойып отырсам деймін. Бұл сенің әдеби әдісің ғой тегі. Солай десе де болады, Бауке. Осыған келісесіз бе? Келісейін. Бекке айтқаныңыздай өтірік айтсаң сол қолыңды, одан соң сол қол оң қолыңды шауып тастаймын демейсіз бе? Сен өтірік айтпағын, мен олай демейін. Құп, Бауке. Ал тыңдағын онда.